Oralar biz tartada geldik. 2019 yıl men üçün en ağır жылдардың biri oldu. Егіз қарындашым бар Батмазора деген. Зорасы март айында өтіп кетті де Батмасын сақтап қаламыз деп 30 майдан баштап жүгіре баштады. Қалай халық бар екен, ел бар екен, жұрт бар екен. Şu ораза айына тура келіп қалып 30 майдан баштап мына. Мен разылық айтып кетейін. Асылбек, Нұрбек, бұл жерде фото қарындашым Жел, Завойский, Нұрсай, şu жанында жүрді. Ташкөмірде Ешенге рахмет айтып келеді. 17 күн ошо карап берди, иштерин кетирип жакшына калып. Ошондо 13 июнь күнү мен Бишкекке жөнөп кеттим. Ошондо элге мен тазим кылам, ыраазычылыгымды айтып коюш керек. Эл деген эл экен, Москвадан да балдар иштеп, топтор иштеп, Берди, Кызылжар, Майлысай, Кызыл Туу, Ынтымак, Шамалсай, Ташкөмүр, Жыйырманчы, биздин Бешайыл, Кудуксай бардығына барбаған жері қалмады туғандар. Ол қайыршылық бұртыған, орып тұрса қайыршылыққа қантып барғанын білген екен. Үйіліп түтіп бардым. Мына құдаларым отырады, жайындарым отырады. Шу күні түні мен бір ай ұйқым болмады. Алла разы болсын, шу маған кем жардам болса қосындырған разылық білдіремін, тәзім қылам. Ошанып туғандар жалпы сума 1.672.000 сом ақша топталды елден. Алла разы болсын шуларға. Анын içine қарындашым şu 17 күні қайтыш болып қалды. 2 күн қалғанда Бишкекке. Қайтып тапып жүктеп келдім. Мына кеше 40-ын өткізіп, бүгін мешітте елдің астына жүзім жарып қоздап, түшкен ақшалардың отчетін беріп қойын деп сіздерге балдарды айтып отырған мезгіл. 1 миллион şu Москвадан топталды. Анын ішінен 1.672.000. 550.000 өзінің айылдаш Шермамат деген жезелі баласы шындық қатып алып тұрады. Ошаға отырдық 550.000. 50.000 Мұса деген нарысты балаға осы жерден қотарып тұр. Қараулыққа 290.000 деп қотарауызда тұршады. Сайлияға мен классташым болады, нары жердашым болады. 300.000 қотарып атауыз. Ана мұны балдар айтады, аяқтаған чамшы орғандары 82.000 де Ташкөмірге беріп қойдық. Тілек өзін жүгірген аяқпаяны 300.000 деп тұрады. Үшінді 1.672.000 сом қайтты берге мұқтаж. Şu bizden кейінгі орғандары. Şuradan sakayıp kessin, жақсы болып kessin. Жүздері жарық болып, елдің астына келіп жақсылықтар тойларды қылсын. Allah razı olsun, elim razı olsun, мен разымын туғандар. Ешкім мұндай ормен ормасын. Ушундай күнге еліміз қалқымыз түшпесін. Қалғандары сақтап қалайын деп ушул жолға бардық туғандар. Қандай дейсіңер? Allah razı olsun. Қалғандары сақайып кетсін, қалғандары сақтап қалайын туғандар. Ана олмайын. Кызматқа батыр қойыңыз. Балдарға да бір разылық бердік па. Мына şu балдарға бұл аталардан қалған сал қайырымдылық деп қояды. Şu балдарға Құдай Тағала өмір берсін. Уыл қыздарын чоңайтсын. Ушулар денсаулықта чоңойсын. Бала чақасы менен, урық туғандары менен, үйіңерде балдар рахмат сілерге дайым үйіңерде жақсылық болсын. Мындай қиыншылықты, мысалы үшін шарал тартып отады, мында мен де қарындашым орып отады. Бізге берген жардамыңарға сілер разы болды. Allah razı olsun. Сілердің ішіңерде дайым Құдай оңдасын, жолыңар оңдасын, жүрген жеріңер шыдыр болсын. Дайым жаныңарда Құдай Тағала қолдап, жақсылықтар үйіңерде болсын. Қаған орып отқандар сақайып кетсін. Амин Аллах. Ана Шералке мнерге қайдалуын жазып беріп қойды. Батмеже қайсысынан баштап жүгірді. Келіп Ташкөмір пилотын ол Қырғызстан бойынша көтеріп салдық та біз ал больницаларға дағы именно гепатитті тексерсін деп шығарып отырдық. Ошондо да вакцинация айтып атат да ооруларды эмнеге көтөрүп чыгып атасыңар деп. Қараулық дінде бұл қараулық көріп та. Сен жүрсің. Ооруларды айтып атат, біз алып шықпайбыз, өздері алып шығады. Қайдалуын Саласы.